Қолымда түрлі микробтар бар. Микроб деген не? Микроб деген өте көзге көрінбейтін ұсақ заттар, бірақ та ол адам өміріне өте қауіпті. Қазір мен сендерге эксперимент жасап көрсетемін. Ал біздің эксперимент алаңына қош келдіңдер балалар. Жаңағы қолымыздағы көрінбейтін ұсақ микробты мен мына майлық қағаз арқылы сендерге көрсеткім келеді. Кәне, майлықтарын ала қойыңдар. Майлықтарымызды аламыз, саламыз, үстіне су құямыз. Қарашы Аружан, сенде не пайда болды? Микробтар көрінді ме саған? Да. Көрінді. Ал Тамина, ала қой. Құя қой. Микробтар көрініп жатыр ма біздің қолымыздағы? Иә, қолымыздағы микробтар көрініп жатыр. Көрдіңдер ме? Даладан кірген сайын қолымызды жуып отыруымыз керек екен. Ал енді екінші біздің қолымызды жуғанда микробтардың қалай қашатынын мен сендерге көрсетемін қазір. Қазір мында аламыз. Суды құямыз. Құя ғой, Аружан. Құй. Таминаға бере қой. Ал, Тамина суды құйып ал. Құя ғой. Құй. Жеткілікті. Енді бізде ортада міне қара бұрыш берілген, иә? Осыны ақырын қара бұрышты судың бетіне саламыз. Тамина. Сеуіп саламыз, иә? Қасығымызды қоямыз. Енді қараңдар, мұнда бізде сұйық сабын берілген. Осыны осылай қолымызды батырамыз да, судың бетіне батырып көреміз. Кәне, микробтар қалай қашады екен көрейік. Әне, көрдіңдер ме, микроб қашып жатыр ма? Иә, не қара. Судың бетінде тазара қалды, иә? Тамина. Көрдің ба? Біз қолымызды жуған кезде микробтар біздің қолымыздан осылайша қашады екен. Көре алдық па біз тәжірибеде?